Assalamualaikum. Бүгін Әміралы атаның үйіне келдік. Мынау бал арамен емдеумен айналыса деген. Біз бал шаруашылығы омарташы кісі десек, бұл емші кісі екен. Сіздерге қазір бұмен қалай емдейді барлығын түсіндіріп береміз. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Әміралы ата, өзіңізді таныстырып жіберсеңіз біраз. Мынау Дербісек елді мекенінде тұрамыз, Сарыағаш ауданы. Мен осы емшілік салада жүргеніме 15 жыл болды. Осы ара шақтырып емдейміз, Алланың қалауымен. Бұл араның уы мынау денедегі суықтарға өте жақсы пайдасы көп. Денедегі суықталады. Мынау ревматизм, полиартрит деген, белдегі грижа, мынау геморрой, простатит деген ауруларға, сахар деген ауруларға өте жақсы жәрдемі бар. Ракты да емдеп жатыр. Иә, енді Алланың қалауымен рак ауруларға да, басталып жатқан рак ауруларға да шипасы өте жақсы. Мынау сүйіп қойған балдарға, мынау ер балдардың ұрығының проценті төмен деген жігіттерге, көтермейтін келіншектерге өте результаттар көп. 15 жылдан бері кейс көп. Себебі 15 жылдан бері тоқтамай істеу деген сөз, значит, бұда результат болып жатыр. Себебі результат болмаса адам өзі де қайтып кетеді, андай істеуге деген жылаңыз қашып дегендей. Араңыздан көріп жүрсек, қазір енді бәрі жатып қалды дейсіз. Қазір енді күз болды, аралардың бәрі ұйықтап жатыр, бірақ сонда да ашып көрсетейін енді. Қысымен осының ішінде жата бере ма? Иә, қысымен өліп қалмаймын, сырттан шығып кетті. Мына ара мынау. Ішінде жеп жата береді? Иә, өзінде күздің күні жазда жинап алады өзін жейтін азығын. Енді мен бір сұрағым келіп тұр. Бұны бізде ана омарташылардан көріп алғанбыз, ауылдағы кісілерден көріп алғанбыз, арқаға андай қояды, болды, емделдің деген сияқты ана шақтырады. Андай жаурамас үшін, ауырмас үшін деген сияқты. Бұл да сондай ма, әлде бұл сіз басқаша емдейсіз бе? Менің өзімнің емдік тәсілім былай. Келген адамға мен бірінші мынау жылы суды ішуді үйретемін. Үйреніп ал деймін. Жылы су ішпей адам ағзадағы ауру кетпейді. Алла Тағала бізді жаратты ма, денемізді 36-6, іш құрылысымыз 37-38 градуста жұмыс істеу керек. Бауыр, бүйрек, асқазан деген. Ал енді біздің ішетін суымыз салқын су, мұздай су ішеміз, мына іштің бәрі суықтайды. Суықтағаннан кейін атқаратын жұмыс атқара алмай қалады. Сөйтеді ең нәзік жері, бірінші нәзік жері ауырады. Қай жер? Бүйрек, жұмысы асқазан, жұмысы бауыр деген сияқты. Оны емдей бергенмен, оның пайдасы бар, бірақ шамалы. Мен енді емдік тәсіл жаңағы бірінші очередь жылы су ішуді бұйырамын. Екінші мәселе мына іш құрысты тазалау керек. Іш құрысты тазалағанда май, индийское касторовое масло деген болады. Сол май беремін. Ішті тазалау керек. Аш ішек, тоқ ішек, бауыр деген сияқты. Бауыр тазалату керек. Оғанда өзіне лайықты дәрілер бар. Іштегі құрттарды өлтіруіміз керек. Аяқты, қолды жылы суға салу керек. Оны енді кейін айта жатармыз. Сосын мынау Абу Али Ибн Сина деген емші болған ілгерде сол айтқан: ауруды іздейтін болсаң омыртқадан ізде деп. Сол үшін мен сол емнің арасында сынықшыға жіберемін. Өзіміздің сынықшы, үзбеші жігіт бар. Соған жіберіп, омыртқалардың бәрін туырлату керек. Туырлағанда сол қан жүретін канал, тоқ жүретін каналдар ашылу керек. Мен сонымен қосымша ара шақтырамын. Соның бәріменен қосып, сол 2 апта, 15-20 күннің ішінде соның бәрін қосап бірге істеу керек. Вот сонда ғана нәтиже болады. Ал енді жалғыз араның өзі пайдасы бар, бірақ шамалы болады. Емдегенмен бір белгілі уақыттан қайтадан келуі мүмкін, ол арадан кейін. Әміралы атаның айтуы бойынша алдымен ағзаны тазалап алу керек, ем жүргізіп жатқан кезінен. Егер оны тазаламаса, сіз қайтадан келу вероятностың өте жоғары, сондай. Енді кейстер жайында, отзывтар жайында бөліссеңіз, сіздер қай жақтардан, ең алысы қай жақтардан іздеп келеді? Мысалы, Өзбекстан, Қырғызстан, или бір Астанадан естіп келдік осындай деп. Себебі арамен емдеу дегенде бізде почти ешкім біле бермейді, болмаса таңғалады. Қалай емдейді? Әшін шақтыра сала ма деген сияқты болшы. Бұны почти Қазақстанда істейтіндер жоқ, или вообще аз. Енді жан жақтан келеді, көбінесе Атырау жақтан келеді.
Павлодар, сол жақтардан келгендер бар, Астанадан келеді. Ал енді бұны емдеу тәсілі былай. Мынау 12 мүше дейміз ғой, 12 мүшеміздің әрқайсының, жалпақ тілде айтқанда, әрқайсының өзінің жолы бар. Каналы, меридианы дейміз ғой. Сол точкалер, сол каналдарды біз ашуымыз керек. Каналдар бітеліп қалғаннан кейін мынау ағзамыз атқаратын жұмысын жөнді атқарамай қалады. Сол жаңағы өздерінің нүктелері болады, сол нүктелерге қойылып шақтырылады. Жақсы. Қазір ең көп сұраныстағы не деймін, көп келіп жатқан аурулар, көбісі қайсымен келіп жатыр, және қайсысы көбірек емдеп шығып жатыр дегендей? Енді көбірек келгені қазір мынау жастар келгені грижа, белде грижа, простатит деген ауру. Сахармен де келетін көп? Сахармен де келетін көптер. Иә, сахар кәдімгідей жақсы, нәтиже өте жақсы болып жатыр сахарда. Иә, ол себебі анау ұйқы безі көбісіне істемей қалады, инсулин бөлмей қалады соған. Иә. Сол инсулин бөлмей қалған себебі біз салқын су ішеміз. Салқын су ішкеннен кейін мынау суықтайды ұйқы без. Атқарады емес, атқарамай қалады. Сөйтеді сахар болады. Инсулин қабылдап қояды. Иә. Көбісі. Сол сосын мынау аяқ қол қақсау, ревматизм, полиартрит деген ауруларға да өте сондайлар көп келіп. Тізе қақсайтындармен айналысасыз ба? Иә. Көп үлкен әйел кісілер әсіресе тізем қақсап тұрамай қалдым деп жатады. Сол тізе қақсау, үлкен аяқта шпори деген болады ғой, сол шпориға да өте жақсы береді. Белдегі грижа, грижамен де айналыса бересіз. Иә. Ара емдеу арқылы грижаны емдеуге болады. Енді Әміралы атаның номері, қазір адресі Дербісек, бұл қалай Табулин. Дербісек елді мекені. Бұрын Табулин болған. Дербісек елді мекені. Сарыағаш ауданы. Сарыағаш ауданы. Номеріңізді айтып жіберсеңіз, сол сізге WhatsApp-қа жазады, или хабарласады, өздері сізбен хабарласып, емді сұрайды, келетін болса, осы жерге келіп жата ма, или өзіңізден сұрап алып алдын ала. Номерім 8-778-121-07-63. Әмірәлі. Сіздерде белгілі бір аурулар болатын болса, Әмірәлі атаға өздеріңіз WhatsApp-на или телефонына шығып, хабарласып, осындай ауру еді, болмаса менде мынандай мазалап жүр, осымен айналыса аласыз ба, емдей аласыз ба деп сұрасаңыздар, жаңағы қанша уақыт кетеді, соның бәрін алдын ала келісіп, басқа жақтан келетін болсаңыздар, себебі мені жаңа қарайтындар тек бір Қазақстан емес қой, Қырғызстан, Өзбекстан қарайды дегендей. Сондықтан алдын ала сұрап алыңыздар. Жалпы ем болсын барлықтарыңызға. Жақсы, Алла шипа берсін.